Қайғы. Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас. Жамандық та қайдан баян қалады дейсің. Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі мол, жақсы жаз келмеуші ме еді? Абай. Басыңа қайғы келсе қапа болма, тарылып назаланып шықпа діннен. Болмайды түн күндізсіз, күндіз түнсіз, ай кіршіксіз деген сөз бар. Құдай мінсіз, шаттық пенен қапалық кезек нәрсе, бірінен соң бірі бар, артық кемсіз. Мәшһүр Жүсіп. Кейде адам баласы өмірінде ұшыраған әртүрлі келеңсіз оқиғаны, сәтсіз жағдайды ұмыта алмай, өзін іштей кеміріп, үнемі қайғырумен болады. Өткен өкінішті оқиғаларды жиі еске алып, жан жарасын тырналап, қайта-қайта қаната береді. Таңның атысы, күннің батысы, өзін және айналасындағы жан біткенді кінәлаумен, жазғырумен болады. Әттең, олай жасамағанымда бұлай болмас еді. Бұлай жасағанда басқаша болар ма еді деп, ахілеп-бұқылеп, бар уақытын өкінішпен өткізеді. Өткеннің ықпалынан шыға алмай, бүк түсіп жатып қалады. Еш нәрсеге зауқы соқпайды. Қайғының иіріміне ілігіп, терең тұңғиығына батады. Бір қайғыны ойласам, 100 қайғыны қозғайды демекші. Мұндай күйдегі адамдар тек өткен шақпен өмір сүреді. Торығып күйзеліске ұшырайды. Денсаулығынан айырылады. Тат темірді шірітетін секілді, қайғы да адамды кеміреді. Бір байқағаным, жолы болмаған адамның көбі өткен шақпен өмір сүретін, кешегі өткен өкінішті ұмыта алмайтын жандар екен. Өйткені олар өз мүмкіншіліктерін өткен шақтың жібімен тұсап, арқанымен байлап тастағандар. Өткен жылдары бір досымның інісі жүрек талмасынан бақилық болды. Ол бала 1 жыл бұрын ата-анасына үйленуге ниеті барын айтқан екен. Бірақ әкесі мен анасы, балам әуелі докторлық диссертацияңды қорғап ал, сосын үйлене жатарсың деп кейінге қалдырыпты. Марқұмның жаназасына бара алмадым. Анасы Алматыға келгенін естіп, үйге шақырып көңіл шай бердім. Ол кісі қатты қайғыда екен, көңілі көпті. Бәлкім баламның үйленуіне қарсы болмағанымызда тірі қалар ма еді деп өздерін кінәлап отыр. Әрине, баласынан айырылу кез келген ата-анаға ауыр. Көңіл қайғырады, жүрек жылайды, бірақ өзін кінәлағанмен жарасы жазылмайды. Қайғы жан дүниесіне тереңдесе, адам күйзеліске ұшырап, соңында түрлі дертке шалдығуы ықтимал. Ешбір адам өз баласына жаманшылық тілемейді. Тағдыр деген бар. Адам баласы болашақта не күтіп тұрған болжай алмайды. Үйленіп алып, күйбең тіршіліктен, ғылыми жұмысы айда, өзі сайда қалып жатқандар жетерлік. Сол сияқты әуелі ғылыми зерттеуін қорғап алып, сосын үйленіп бақытты болып жатқандар да аз емес. Сондықтан жақсы ниеттен туған шешімге өкінуге болмайды. Жазмыштан озмыш жоқ деген қағиданы жүрегіне иман етіп бекіткен халықпыз. Пайғамбарымыздың басыңа қандай да бір қиыншылық, қайғы келсе, мен бұлай істегенімде басқаша болар еді деп айтпағың. Керісінше, Алланың жазғаны, қалағаны болды деңдер. Әттең бұлай болғанда анандай болатын еді деген сөз шайтанға жол ашады делінген. Хадисін айтып жұбатуға тырыстым. Арасында да қайғының емі адамның ішкі сенімінде, берік иманында, терең дүние танымында. Ең әуелі мынаны мойындауымыз қажет. Адам баласы пенде. Барлық нәрсе біз ойлағандай бола бермейді. Тағдырдың бұралаң бұрылысында не күтіп тұрғаны беймәлім. Оқиғалар қалай өрбейтінін білмейміз. Кездейсоқ ұшырасатын қайғылы жағдайлар да тағдырымызда жазулы. Кейде саналы түрде қабылдаған шешімдеріміз қате болып, көкірегімізді күдікке, көңілімізді өкінішке итермелейді. Адам баласы қанша жерден дұрыс шешім қабылдадым десе де, сол сәттегі көңіл күймен тап болған жағдайлар тікелей әсер етпей қоймайды. Дәл осы сәтте адам баласы өзін кінәлауды доғарып, бір мезет пенде екенін ұғынуға тиіс. Сынақ әлемінде екенін ұмытпасын. Біздің қайғымыз біреулер үшін шүкір ететін жағдай болуы да мүмкін. Мына дүниеде жоғалтқанымызда, ана дүниеде табатынымызда сөзсіз. Қателік кеткен болса, Алладан кешірім сұрап, оны түзетуді, оқиғадан сабақ алып харекетке көшу ләзім. Көңілге медет, кешірімді де рахымды жаратушымыздың бар екендігі. Мына дүниеде жіберген олқылықты тәубе арқылы түзеуге мүмкіншілік мол. Қайғыға сабыр етсең, оның
таудай сауабы бар. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: мұсылманның жағдайы қандай ғажап. Бұл тек Аллаға шынайы бойсұнған кісіге ғана тиесілі. Оның басына қуанышсыз жағдай орнаса, шүкір етеді. Бұл сонда оған қайырлы болады. Ал басына қиыншылық түссе, сабыр етеді. Нәтижесінде бұл да оған сауап болып қайтады. Барлық жақсылық пен жамандық Алланың рұқсатымен ғана жүзеге асады. Құранның Тағабун сүресінде басыңа келген әрбір бәлекет, кез келген қиыншылық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кімде-кім Аллаға шынайы иман келтірсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа тура жолға салады. Алла бүкіл нәрсені біледі делінген. Дүниенің біз білмейтін сырлары көп. Тағдырға иман жанымыздың сусыны. Кейбір ұнамаған істердің артында біз ойламаған жақсылықтар тұруы мүмкін. Артынан қанша жүгірсек те, жүзеге аспай қалған істер біз үшін қайырлы болуы бек мүмкін. Егер өміріңе сынақ келсе, менің басыма неліктен қайғының қара бұлт үйірілді деп түңілме. Мұндай жағдайға тап болған жалғыз сен емессің. Алланың ең сүйікті құлы, пайғамбарлар падишасы Мұхаммедтің тұл жетім өскенін, өз қолмен 6 бірдей бауыр еті баласын қара жердің қойнына тапсырғанын біл. Әбдумүтәліптің жетімінен басқа пайғамбарлыққа адам табылмай қалып па дейтін қорлық сөздерді естігенін ұмытпа. Бірақ барлық қиыншылық кетті. Сынақ бітті. Соңында әлемге нұрын шашып ислам діні, Алла елшісінің ізгілікке толы ғибратты ғұмыры қалды. Олай болса, сенің де басыңа түскен жайсыздық өтеді. Өмір бір қалыпта тұрмайды. Ғұмыр бір сыдырғы болмайды. Түзуі болғаны секілді қисығы да ұшырасады. Сөзсіз қиыншылықпен бірге жеңілдік бар. Күмәнсіз ауырлықтан соң жеңілдік бар. Құранда қатар келген бұл екі аятта қиыншылықтан соң жеңілдік болатынын білдірген. Ендеше қақаған қыстан кейін жаймашуақ көктемнің келетіндігі, тас қараңғы түннен кейін бұлзарып таң ататындығы, алай-дүлей дауылдан соң тыныштықтың орнайтыны қандай заңдылық болса, қиыншылықтан кейін де жеңілдіктің жететіндігі сондай ақиқат. Бастысы сабыр мен дұғаны қару етіп, үмітсіздікке түспей қолдан келер әрекеттерді орындауымыз керек. Нәтиже Алладан. Өмірде кездесетін кез келген қиыншылықтың, бізге ұнамаған оқиғалардың астарында ғұмырлық ғибрат бар. Рухымыздың кемелденуі, мінезіміздің ширауы бар. Қайғырған жан, дүниеде жоғалтқаныңның орнын Алланың өзі толтыратындығын әсте естен шығарма. Құдси хадисте Алла тағала: құлымның жанарын алып сынағанда, құлым оған сабыр етсе, оның орнына ақыретте 1001 жақсылыққа толы жұмағымды тарту етемін деп сүйіншілеген. Мына дүниеде түрлі қиыншылыққа сабыр етудің қарымы ретінде жұмақтың төріне жайғасқан құлдарына: сабыр еткендерің үшін Алланың сендерге тыныштығы мен есендігі болсын. Осынау ақырғы ақирет мекені қандай керемет деп ілтипат білдіреді. Әке шешенің, туған бауырдың және басқа да қимас адамдардың бұл дүниеден қайтуы кез келген адамның, әсіресе бүлдіршіндердің нәзік жүрегіне ауыр соққы. Мұндай ауыр қайғының орнын тек қана сол сүйікті адамдармен қайта қауышуға, ақыретке, қайта тірілуге деген иман ғана толтырады. Ақыретте бұл дүниеден өткен сүйікті адамдармен қайта табысып, қайта қауышатынына иланған кез келген адамның жүрегі орнына түсіп, солған гүлі қайта тіріледі. Иманы кәміл жандар бұл дүниедегі қимасының қайтқанын естіген сәтте күмәнсіз біз ұлы жаратушымыздан келдік, әрі ұлы жаратушымызға қайта қайтамыз мағынасындағы аятты көкейіне түйіп, Құранда мақталған сабыр нәрін жүрегіне қорек етіп, қимасына деген ыстық сезімі мен сағынышын ертеңгі ақырет күндегі қауышуға, мәңгілік өмірге аманаттайды. Адам өмірдің өзегіне көңіл бөліп, өмір сүрудің түпкі мәнін, ұлы мұрат пен биік мақсатты түсінгенде, көптеген проблеманың шешімі оңай табылады. Уақытша дүниенің басқа өлшемдерімен барлық проблеманы шешу оңай емес. Тағдырға иман мен ақыретке деген сенім осындай қиын сәттерде адамды адастырмайтын жалғыз ақиқат, теңдессіз күш. Көбіне адам әдеттенген жолмен жүріп, үйренген есігінен кіріп шығып жүре береді. Басқа жолдармен өзге есіктердің бар екендігіне назар аудармайды. Сүрлеусіз өмірде өзін қауіпсіз сезінеді. Ал алдыңнан шыққан әрбір қиыншылық өзгерістің уақыты келгендігінің ишараты. Һәм жаңа есіктердің ашылуы үшін саған берілген зор мүмкіншілік екендігін ұмытпа. Бұл кәсіпте де, өмірде де солай.
Бітпестей көрінгенмен қайғы мұң төбеңнен жаңбырша жауады. Бірақ ғажайып жеті реңімен боялған әсем де әдемі кемпір қосақ та жаңбырдан кейін пайда болатындығын ұмытпа. Мәулана. Әр нәрсенің өлшеуі бар. Кейбір адамдар өздері ойлап тапқан атақ, мансап, ақша, әйел секілді пұттарды Құдайға айналдырып алады да, оларды өлердей жақсы көреді. Аллаға тиесілі махаббатты соларға арнайды. Жүректегі бар махаббат, ең кемел, сүйіспеншілік өткінші һәм кем дүниелерге арналғанда түрлі проблема мен уайым қайғыға себеп болып жатады. Өйткені адам рухы уақытша һәм құбылмалы нәрселерге қанағаттанбайды. Мысалы, Құранда Ибрахим пайғамбар әуелі жарқыраған жұлдыздың, содан кейін жарық айдың, содан соң нұрын шашқан күннің белгілі бір уақыттан кейін ғайып болып жоғалатындығын аңғарып, бұлардың ешқайсысы маған Құдай бола алмайды. Мұндай ғайып болатын уақытша дүниелерге шынайы махаббатымды арнай алмаймын. Мен жер мен көкті жаратқан мәңгілік иесі бір Аллаға жүзімді бұрып, шын махаббатымды соған арнадым деп, адамның жан дүниесі тек мәңгілікпен ғана жай тауып, қанағаттанатындығын аңғартады. Бұл ақиқат. Өйткені мына дүниеде ерте ме кеш пе бар махаббатыңды арнаған уақытшалардан айырылатын күн келеді. Кем дүниелер әшкереленіп сыр береді. Бұл жағдай жүрекке ауыр соққы болуы мүмкін. Мысалы, мансапқа бар махаббатын арнап, жүрегін түгелдей байлап берген адам қызметтен айырылса, еңсесі түсіп күйзеліске тап болады. Мал, дүние де солай. Байлығынан айырылып қалғандар да қатты депрессияға түсіп кететіндігі сондықтан. Тіпті Аллаға арналуы тиіс. Ең кемел махаббатты баласына арнап, оны өмірдің мәніне айналдырып жіберсе, алда жалда баласынан айырылып қалса, айықпас дертке душар болып, жүрекке аса ауыр соққы болмақ. Дұрыс түсініңіз. Бұл дегеніміз бала шағаңды жақсы көрме деген сөз емес. Ұрпағыңды жақсы көр, сүй. Бұл Алланың адам болмысына қойған мейірімі мен табиғи сүйіспеншілігі. Бірақ өлшемінен аспау қажет. Абай айтпақшы, әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керек іс. Ойланбақ жақсы. Іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса боғы шығады. Сөз түйіні. Аллаға арналуы тиіс ең кемел махаббатты басқа пәни заттарға, дүние мүлік, атақ-даңқ, тағы басқа арнаудың арты уайым қайғыны тудырады. Абайда Тәңір үшін махаббат қылу барша жаратылысты жаратқан үшін жақсы көру пәлсапасы бар. Яғни ең кемел махаббатты кемшіліксіз мәңгілік Құдайға арнағаннан кейін жаратқан үшін жаратылғанда жақсы көрсең, олардан ажырағанда ауыр азапқа, айырылғанда айықпас дертке шалдықпайсыз. Өйткені жүрегің мәңгілік махаббатқа толып тұрғандықтан, һәм пәнидің өткінші екенін әу бастан санаң мен жүрегің қабылдағандықтан, уайым қайғыны жеңіл өткізесіз. Жаратқан үшін жаратылғанды жақсы көру дегеніміз не? Мысалы, сіз отаныңызды, өскен өлкеңізді, туған жеріңізді жақсы көресіз. Елден жырақтаған жағдайда, туған жердің бір уыс топырағы мен сынық қурайына дейін саған қымбат. Әрбір нәрсе өскен өлкеңді есіңе салады. Туған жер үшін оған қатысты барлық нәрсені жақсы көресіз. Басқа бір мысал. Абайды жақсы көрген адам, оның өмірде киген шапанында жақсы көреді. Ұстаған домбырасы да оған қымбат. Байқағанымыздай, Абаймен қатысы болғандықтан қатардағы шапан мен домбыра ерекше мәнге, құрметке ие болып шыға келді. Міне, жаратушы үшін оның жаратқан күллі жаратылысын да жақсы көру солай. Я бақи, әнтәл бақи, яғни уа мәңгілік, Алла, сен ғана мәңгілік махаббатқа лайықсың зікірі. Бұл қайғырған жүрекке дауа. Қиындыққа душар болған адамдар осы зікірді көбірек айтқаны дұрыс. Сондай-ақ Алланың я кашшаф, яғни бар қиыншылықты кетіруші, жүректегі шынайы махаббат пен бойдағы түрлі қабілеттерді ашушы дегенді білдіретін Алланың есімі бар. Бұны да жиі қайталап айту абзал. Сыбызғы сыры. Жап-жасыл болып шайқала өсіп тұрған құрақты бір ұста көктей орып алды. Тамырынан ажыраған құрақ қамыс. Өлдім біттім, құрыған жерім осы деп ойлап,
қатты өкінеді. Басқалар секілді жап-жасыл болып жайқалып өсуім керек еді деп қайғырды. Әлгі ұста қамысты әбден кептіру үшін күнге қақтап, желдің өтіне тастайды. Уақыт өткен сайын бойындағы ылғалын жоғалтып, қурай бастаған құрақ одан бетер өкініп, жап-жасыл болып жайқалып өсіп тұрған балғын шағын жиі еске алады. Басына түскен тауқыметке қайғырады. Құрақ әбден кепкен кезде ұста сыртындағы қабығын аршып, сабағын қалдырды. Қабығынан ажырап қалған құрақ одан әрі қайғыра түсті. Ұста қабықсыз құрақты қызып тұрған темірмен күйдіріп, әуелі ішін босатып, қуыс жасады. Сосын әр жерінен 7 рет теседі. Бір кезде күтпеген жағдай орын алды. Әлгі ұста 7 жерінен тесілген құрақ қамысты алып, үрлегені сол еді ғажайып әуен, мұңлы да сырлы да саз төгіледі. Бұрын мұндай әсем де әсерлі әуенді естіп көрмеген құрақ қамыс таң тамаша күй кешті. Алғашында біріне бірі ұқсамайтын сырлы саз, ғажайып әуен өз бойынан шығып жатқанына сене алмады. Сөйтіп ол сырлы сыбызғыға айналғанына қуанды. Мұндай мәртебеге жету үшін көрген азап пен қиыншылық бекер емес екеніне көз жеткізді. Ұстаға алғыс айтып, шүкір етті. Бұл қиссадан не түсіндік? Адам осы құрақ секілді. Басынан өткізген қиыншылыққа сабыр ету арқылы шыңдалады. Сабырмен күту арқылы кемелдене түседі. Құрақтың қабығынан ажырағаны секілді сыртқы алаңдаушылықтан құтылады. Іші қуысталып, ойылғаны тәрізді ішкі менмендігінен арылады. Сыбызғының 7 тесігі іспетті, нәпсісінің 7 мәртебесінен өтеді. Соңында рухани кемелденіп, кәміл деңгейіне жетеді. Сырлы сыбызғыға айналады. Қайғыны жеңілдеткің келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім қиыншылыққа тап болған адамның қиындықтарын кетіруге көмектессе, Алла да оған көмектесіп қиыншылығын кетіреді деген. Қазіргі таңда ғылым дәлелдегендей, адам баласы басқаға көмектескенде ағзасында дофамин, эндорфин, серотонин, окситоцин секілді қуаныш пен жақсы шабыт сыйлайтын гормондар бөлінеді екен. Расымен солай, қайғыны бөліссе азаяды. Қазіргі таңда көптеген психолог қайғыға тап болғандарға осы тәсілді ұсынуда. Өзіңді тәрбиелеп, сан түрлі жетістікке жеткен сайын адамдарға мейірімді бол. Ұлты мен жынысына, діні мен діліне, түрі мен тіліне, жасына қарамастан барлық адамға құрмет көрсетіп, қамқорлық жаса. Мұқтаж болған жандарға қол ұшын беріп көмектес. Көңілі түсіп, рухы құлаған жандарды сүйе. Ең болмаса жылы сөзіңмен жандарын семірт. Мына әлемде жақсылықтың барын дәлелде. Үміт сыйла. Абайдың адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық болар бұл өмірде мұнан басқа деген ғибратты сөзін әркез жадыңда ұста.